Assalamualaikum. Валейкумассалам. Қалғала байеке. Алғи құлашаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Однако победу одержала лошадь Алу вместе со своим жокеем из Жангельдинского района. Вторым финишную пересек столичный скакун Булашак. Главному чемпиону Аламан-Байги и его тренеру аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов вручил ключи от белого Volkswagen Polo. Это моя вторая победа. Мы с Алу уже вместе выигрывали конные скачки в Кокшетау. Волновался, но не боялся. Верил, что мы сможем победить. Это моя первая выигранная машина. Интерес к лошадям у меня возник с детства. А вообще в конный вид спорта меня привел мой дядя. Қаншама бәйгелерге қатысып, бәленбай миллиондар ұтқан екенсің, көлік ұтқан екенсің. Сол туралы айтып берсең, нен алғаш рет неше жасында атқа шаптың? Мен алғаш рет 10-11 жасында шаптым. Қандай әсерде болдың ең алғаш атқа шапқанда? Қорқынышты болды, аттың скорості. Оңай емес балаға. Кейбір балаларды көріп жатамыз, құлап жатқан. Қорықпайсың ба? Соны көріп қорқыныш билейді. Алғаш рет Торғайда шаптым. Торғайдың мешіт ашылуын. Сода Аламан бәйгеде 1 миллион салдым. Сосын бірте жастарға бара бастадым. Сосын тағы Торғайда болды, Амангелдіде болды. Амангелдіде өттім, Тай бәйге, Аламан бәйге. Ода да 1 миллион аттым. Сол бірде жеңіліс. Мен Талғат дейтін ағамның аттарына шағам. Ода 4 аттай ат бар. Аламан, 4 аламан ат бар, 3 құнан. Аспан дейтін ат болған. Сосын Жұлдыз дейтін аламанның аты. Сосын Ресейден келген тағы бір ат бар. Сосын бар құнан бар, Император дейтін. Нұрсәт, Нұрдауыл дейтін құнандар бар. Сол аттарына шауып біраз бәйгелер алдым. Бәріне шаптың ба? Барлығына шаптым. Сүйікті атың қандай сенің? Сол ағаның атының ішінде. Аспан Жұлдыз. Саған өзіне ұнай ма сол? Несімен ерекше? Төзімділігі көп. 23 шақырымды оңай өтеді. Ал шабандоз бала үшін жалпы қандай нелер болу керек? Критерийлер, бір ерекшеліктер болу керек па атқа шабатын адамда? Атты сезіне білу керек. Аттан қорқсаң, сен де қорқып отырасың. Атта қорқпай отырып, өзіңді ұстап, атты тежеп отырған дұрыс. Ат өзі ақырындай бастайды. Сонымен мәреге жетесің. Аттың үркуі мүмкін. Ат күріктен қашып кетіп. Онда кезде не істейсің? Онда кезінде атқа ие болу керек. Аттың басын ұстай білу керек. Мен осы ауылда тұрам. Алдағы аттарды көптеген бәйгелерге қатысам деп ойлаймын. Мысалы алтын тұлпар, сол сияқты үлкен бәйгелерді ұтсам деп армандаймын. Сол армандарыма жеткім келеді.